Сәлем достар, бүгін сіздермен етсіз тамақ, әжелер тамағын дайындайтын боламыз. Оған керегі 4 картошка, 2 үлкен пияз, сары май және де 2 үлкен сәбіз салатын боламыз. Ең алдымен біз қамырын жақсылап дайындап аламыз. 1 жұмыртқа, тұз және де азырақ сұйық май, жылы су керек оған. Осылайынша оны жақсылап тұрып илеп аламыз. Илеп болғаннан кейін осындай 2 үлкен дана қамырымыз дайын болды. Қамырымызды 15 минут тұндырып қоямыз. Сосын қызып тұрған қазанымызға сары майымызды ерітіп, пиязымызды жақсылап тұрып қуырып аламыз. Сарғайғанша қуырсақ, соншалықты дәмді болады. Қуырып болғаннан кейін үстіне біз сәбізімізді қосамыз. Сәбізді де қосып, оны да бірге жақсылап тұрып қуырамыз. Енді оның үстіне картошкамызды салатын боламыз. Картошканы салып, жақсылап араластырамыз. Сосын үстіне тұзымызды және томатымызды қосып, жақсылап барлығын қуырып аламыз. Бәрін қуырып болып, үстіне қамыр бататындай су құямыз. Қызып тұрған майымызға пияз салып қуырып, үстіне томатымызды саламыз. Үстіне тұзымызды сеуеміз, қара бұрышымызды, паприкамызды сеуіп аламыз. Сөйтіп жақсылап тұрып қуырамыз. Қамырымызды жұқалап жайып аламыз. Қамырымызды 4 бұрыштап кесіп, қайнаған сорпаға пісіріп аламыз. Үстіне табадағы қуырылған пиязымызды саламыз. Міне осындай керемет тамағымыз дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын. Егер видеомыз ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.